Құлан мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Ақбердиева Гүлбану Мейрамбековна. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін бізде әдебиеттік оқу сабағы. Сабағымыздың тақырыбы ағаштар неге ашуланды. Ендеше оқулығымызды ашайық. Сабағымыздың мақсаты мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау. Шығарманың тақырыбы мен үзіндісіне сүйеніп, оқиғаның соңын болжау. Және смарт мақсатымыз осы сабақ барысында берілген мәтінді оқып, негізгі идеяны анықтау. Табиғатты аялап, қамқор болуға тәрбиелеу. Алдымен балалар, сабақ бастамас бұрын психологиялық дайындық жүргізіп алайық. Әрбір адам досым, сыныптасым, әрбір ісің тірлік, тірек, адамдық, әрбір сөзің шындық, бірлік, адалдық, әрбір сабақ үйрену, оқу, іздену. Ендеше балалар, мына сұраққа жауап беріп көрейік. Қане ойланайық, ағаштар ашулана ма? Осы сұрақ бойынша өз ойыңды айт. Ағаштар қалай ашуланады? Сен білесің бе? Ендеше балалар, оқулығымызды ашып, ағаштар неге ашуланды мәтінін оқып көрейік. Жадырап көктем туды, қар қауырт ерді де аз күнде төңірек қарайып құрғап шыға келді. Мектепте көшелерді көгертіп, ағаш отырғызу апталығы басталды. Оқушыларды түгел қызықтырған бұл бастама тек Алмабекке ұнамады. Орман болса табірге де тиіп тұр. Көшеге ағаш отырғызып әуреленудің керек қанша деп ойлады ол. Бірақ жұрт бір кісідей жұмылып кіріскен істен Алмабек шетте қала алмады. Өз сыныптастарымен бірге тоғайға ол да барды. Бірнеше жас тал, терек, қайың әкеліп, басқалардың үлгісімен терезе тұсына тізіп отырғызды. Алмабек осымен істі тындыға санады. Өзгелер отырғызған ағаштарын суарып, түбін қопсытып, мәпелеп күтумен болса, бұл оның бірінде істемеді. Жаз шықты, көктемде отырғызған ағашта жапырақтары желкілдеп, бойлап өсе бастады. Солардың арасында Алмабек отырғызған ағаштар ешбір күтім көрмеген соң, тамырланып кете алмай, шөжіп, шала жансар жұтап тұрды. Орманнан өздерімен бірге әкеліп отырғызған басқа ағаштардың айнала жамырап, жайнап өсіп келе жатқанын көргенде, қуқыл тартқан ағаштар қапаланып, қайғыға батты. Ертелі-кеш самал желмен тербелген ормандағы кешегі еркін өмірлерін аңсап, бір-біріне мұңын шағып жылады. Бұл халде тұра берсек, біраз күнде тамырымыз суалып, құритын шығармыз деп уайым шекті. Міне бала, енді мәтіннің, яғни оқиға қалай аяқталды? Сендер соны ары қарай өздерің болжамдап көріңдер. Бұл әңгіменің авторымен енді танысып болайық. Бұл әңгіменің авторы балалар біз білетін Бердібек Соқпақбаев, қазақтың көрнекті балалар жазушысы, Алматы облысында дүниеге келген. Жазушының бірнеше шығармалары бар, оқулықтар жазған. Менің атым Қожа, балалық шаққа саяхат, көйлек мәселесі сынды тағы да басқа көптеген әңгімелердің авторы екен. Енді балалар, мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Алмабектің қылығына өз көзқарасыңды білдір. Және егер сен Алмабектің орнында болсаң, сен не істер едің? Қане ойланайық. Тамаша балалар. Енді келесі суретке назарымызды аударайық. Суреттерге сәйкес келетін мәтін бөліктерін тап және әңгімеле дейді. Суретте, бала бірінші суретте, бұл суғарып ағашты, яғни күтімін жасады. Сондықтан бұл жерде ағаш өсті. Ал екінші ағашымыз өспей қалды. Неге? Өйткені бұл күтім жасалмаған ағаш. Сондықтан екі ағаш екі түрлі болып тұр, иә? Енді балалар, келесі кішкене сергіту сәтін жасап сергіп алайық.
бір тамаша отырдың өміргеніп, жүзің бал-бұл жадырап көңілденіп, есігімнен мен кіріп келгенімде, қуандың ау балаша мені көріп. Бүгін қандай тамаша, көңілді күн, көңілді күн, көңілді күн. Сені қуанышыңмен құттықтаймын, бақытты бол жан досым. Бүгін қандай тамаша, көңілді күн, көңілді күн, көңілді күн. Сені қуанышыңмен құттықтаймын, бақытты бол жан досым. Ал балалар серту сәтін жасап сергіп алсақ, енді мына жерде суретпен бізге мақал берілген екен. Осы мақалды оқып шығайық. Адам көркі шүберек, ағаш көркі жапырақ. Бір жылдығын ойлаған халық егін егеді, 100 жылдығын ойлаған халық ағаш егеді, 1000 жылдығын ойлаған халық саналы ұрпақ тәрбиелейді. Осы мақал мәтелдерді жаттап аламыз. Келесі балалар, келесі тапсырма бізде видеоролик беріледі. Осы видеороликке назар аударайық. Ағаш өзіне пайдалы затты атмосферадан алады. Ал оннан бір бөлігін топырақтан алады. Әр ағаш өмірінің соңына шейін тонна көмір қышқыл газын алып өндірумен болады. Ағаш бір жылда 1000 шақырым жол жүрген көліктен шыққан газды жұтады. Бір ағаш жылына 100 куб, яғни 120 оттек шығарады. Мұнша көлемдегі оттек бір шағын отбасыға 1 жылға жетеді. Орманда жүрген адамның жүрек қағысы минутына 20 рет соққыға баяулайды. Адамның тыныс алуы жеңілдейді. Адамның жүйке жүйесінің тітіркенуі тоқтап, тыныштала түседі. Адам өзінің өмірінің соңына үшін 100 куб метр ағаш пайдаланады. Достар, біз ағаштардың көбеюіне көмектесейік. Сол кезде ауамыз таза болады. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Табиғатты аялайық, табиғатқа қамқор болайық. Үйге тапсырма балалар, ағаштың суретін саламыз және ағашқа қалай күтім жасау керек туралы кеңестер жазыңдар. Енді балалар, бүгінгі сабақ бойынша кері байланыс беріп өтейік. Бүгінгі сабақта нені білдіңдер, нені үйрендіңдер, сол туралы маған кері байланысқа шығыңдар. Сау болыңдар балалар.